Бауыржан Момышұлы, ұшқан ұя. Әжем өзінің кейбір көңілсіз сәттерінде бізді қасына отырғызып алып, аңыз ертегілер айтушы еді. Бәлкім осындай әңгімемен көңіліндегі көмескі, көлеңкелі сәттерді қуатын шығар. Балаларым, құлақ салыңдар, деп бастайтын әжем. Бұл Тәңірінің жер бетінде тірлік орнатқаннан кейін болыпты. Ол кезде жаратушы адамзатты жарылқап, топан суынан да сақтаған екен дейтін әжем. Адамдар Тәңір жарылқасын деген сөзді, алғыс айтуды білмесе керек. Күннің жылуын, самалдың шипасын, айдың ақ сәулесін, жер жемісін керегінше пайдаланғанымен, бірде-бір іш жылтар ықыласты сөз айтпапты. Сондықтан қажыған күн Алла тағалаға арыз айтыпты. О, жаратқан ием, дамылдауды білмей, сабырлауды білмей, ұйқы көрмей, күлкі көрмей тірлік үшін қызмет етем. Дүниенің түкпір-түкпіріндегі кеудесінде жаны бардың бәрін шуағыммен қыздырам. Бір тал шөбінен бастап, жер бетінің бәріне шұғыла төгем. Таң сәріден арай шашып, ғаламды түнектен арылтамын. Бәріне нұр беремін. Жарқырап көрінгенімде, тірліктің бәрі жадырайды, күледі, қуанады, жұбанады. Суықтан тоңғандар жылынады, жауыннан мас болғандар денесін құрғатады. Ал өзің өмір берген дүние бой жазып керіліп, сәулеге көміліп, гүл шашағы өріліп, мамыражай күйге енеді. Мен түн мен түнек сияқты дүниеге ауыр, зіл, қоңырқай түр әкелмеймін. Мен өзіммен бірге күлкімен қуаныш әкелем. Мен барда қар еріп, сай-сала сылдыраған бұлаққа толады. Мен барда бұтаққа бұлбұл қонады. Бірақ осыншама баға жетпес еңбегімді елеп бірде-бір тірлік иесі алғыс айтқан емес. Мұндай әділетсіздікке шыдар шама қалған жоқ. О, Тәңірім, сондықтан мені бұл азабыңнан босат, тыным бер, аздап тынығайын. Бара бер, баяғы қызметіңнен танба, депті Алла тағала күнге. Мен сенің баға жетпес еңбегіңнің алғысын немен өтеуді ойланайын. Күн кеткен соң Алланың алдына ай келіпті. Жадырай күліп, жарқын сөйлепті. О, тірліктің тірегі, бар әлемнің жүрегі, жаратушы ем, өзіңе тілекпен келіп тұрмын. Неден тарықтың, неден түңілдің түнеркесі алтынай? Айналайын Тәңірім, сен маған көмескі нұр беріпсің, суық сәуле сыйлапсың. Күн көзі жұмылған соң зіл қараңғы түннің бір тұңғиығын жарың етем деп мен келем. Қара аспанның қақ төрінде тұрып, төңіректі мамық сәулеге бөлеймін. Адасқанға нысана боламын. Бетімнен сәукелемді бірте-бірте ысырып, күн санауға, апта мен ай санауға көмектесем. Ал жүзім толған күні күн аспанның ақ еркесіндей ашық кейіппен күлгенімде, торғын сәулеме тояттамай бар әлем үнсіз рахатқа батады. Ай сәулесі түнгі ұйқыны күзетіп, бақытқа бөлейді. Мен болсам, күн сияқты шақырайып, жалыныммен қарымаймын. Менің нұрым жұмсақ, сәулем саумалдай татымды. Тіптен күндіздің өзінде дамыл көрмей, күн соңынан ілесіп, жер бетіне қараумен болам. Бірақ менің бұл қимас қылығымды адамдар байқамайды. Өйткені күннің шақырайған сәулесі менің ұлпан нұрымды тұншықтырып тастайды. Осы уақытқа дейін менің ұзақ жылға адал да айнымас, жайлы да жағымды еңбегімді бағалап, бір тірі жан алғыс айтқан емес. Қайта адамдар жүзіндегі дағын, маңдайындағы әжімін менен көріп, ай бетіндей шұбарланып бітіпсің ғой деп, бір-бірін келемеждейді. Ал әбден толысқан шағымда ең сүйкімді болармын деп дәмеленсем, ол-ау деп ойлапты жаратушы. Сөйтіп қайтадан жарлық береді. Күн мен ай, жел мен су баяғыдай қызмет етсін.
Сендерді тірлікке тірек болсын деп жаратқам әуелі, содан танбаңдар депті. Бұған қатты ашуланған күн өзінің сәулесімен жарқанаттың көзін ағызып жіберіпті. Енді көзіме түссең, күл етіп күйдіріп жіберемін депті күн. Жел бұрқана долданып, маған тап болсаң пәрше-пәршеңді шығарып, жүнше түтермін дейді. Мен сені тұншықтырып өлтіремін депті су. Ал ай өзінің жарқын күлкісін көк төккен күйі үнсіз қалған екен. Енді қайттым мен сорлы, жазығым жоқ бишар едім ғой. Өзім үшін емес, бүкіл тіршілік үшін тілек білдірмедім бе Тәңірім деп зарлапты жарғанат. Сонда жаратушының жарқанатқа жан ашып жарлық беріпті. Күн көкжиектен көрінбей, көз байлана бастағанда, айдың жүзі әлі де шыға қоймаған сәтте, жел тынып, жекен жапырағы ұйыған сәтте ұшып шығасың. Ал күндіз күн көзінен жасырынып, қуыс-қуыс жырада, тас түнек сынада, үйдің жарегінде жатасың. Аштан өлмес үшін қос емшек беремін. Бірінде сүт, бірінде су болады. Осылай тірлік етесің енді. Содан бастап жасқаншақ адам күн мен айды, су мен желді сыйлайтын болған деседі. Төртеуіне табынатын болған деседі. Жарғанат болса адамның әбіржіп үрейі қалмағанын көргені үшін адам атаулыдан талай-талай қорлық көретін болыпты. Адам да жарқанаттан жасқанып қорғанып жүретінді шығарыпты. Міне балаларым, жақсылыққа жамандықпен жауап бермеңдер. Жақсылықтың өтеуі де жақсылық болсын. Біз осылай үлкендерден ғибрат алып өсіп едік. Ал үлкендердің әр өсиеті өнер мен өнегенің ең шыңы ғой. Ауылда бас қосып, байыпты әңгімелер айтар кештер көп болушы еді. Мал өрістен қайтқан соң ымырт үйірілгенше бір төбенің басына шығып алып үлкендер шүйіркелесер еді. Ел жаңалығы, күнделікті тірлік қамы, ертеңгі күннің еншісі бәрі осы бас қосуда ортаға салынатын. Егер әңгіме арқауы ұзаққа соғылмаса, қариялар балуан күрес, жаяу жарыс, тартыспақ сияқты ойындар ұйымдастырып, қызығына мәз болып отырар еді. Қараңғы қоюланып, көз байланарда бәрі үй-үйіне тарасатын. Кейде ел ішіне ақын келіп қонар еді. Бұл ең сәтті күн, ең тәтті күн болатын. Барша жұрт ақын түскен үйге жиналып, үйін тіресіп тұратын. Үйге сыймағандары жабықтан сығалап, ал кейбіреуі ақынның үнін алыстан естігеніне риза болатын. Көкем келгелі, ел адамдары әжемнің отауына жиналатын. Көкем әндетіп отырып, халық жырларын, қиссаларды оқыр еді. Өзгелері ентелей түсіп, ұйып, мүлгіп, теңселе толқып тыңдайтын. Осылай көкем жарықтық өле-өлгенше ел ішінің ең қалаулы жыршысындай өтіп еді-ау. Қиссалардың маржандай тізілген таза тілі, оралымды ойы, қиял жетпес теңеулері, ертіп отыратын екпіні, ұйытып тастайтын ұйқасы тыңдаушының жан сарайын жарқыратып жібергендей сезілетін. Мен осынау халық қазыналарын алғаш рет ақындардан, көкем сияқты көз ашық білімділерден сіңіргем. Солардан дәм татып, солардан сусындағам. Көкемді көрші ауылдар қолғалап шақырып әкетіп, түнімен жыр оқытатын. Көкемде мұндай кештерден бас тартып көрген емес. Көкеме жыр құмар жанның бәрі, қиссаның қай жерін жаттап алғысы келген ынтызарлар, жұрт отырған жерде бір жырдай кей шумақтарын жырымдап айтса да, біледі екен деген атқа ие болу үшін қызыққандар да келетін. Көкем болса, ерінбей жалықпай, әр толғауды бір айтып еске түсіретін. Шынында да өздері қара танымайтын жыр құмарлардың кейбіреулері келесі бір кеште өзінше жыр соғатын. Сондықтан ондай кісілердің көбі көкемді ұстазым десетін. Серкебай нағашым көкемнің дін жолына түспей, сәлдесін алып тастап, ойын сауық, ән жыр қуып кеткеніне талай рет ренжіді. Ауылдың жын шайтандарының бәрін төңірегіңе жинап алып, ал басты-бастыма сені дейтін. Онан да ата-бабаларыңның әруағы риза болсын деп Құран оқып тұрмайсың ба? Деп ешкіше маңырап отырғаннан қашан арылмақсың түге, деп көкемді мазақтағаны да бар.
Құранды жұма сайын оқимын ғой нағашы деп көкем мақталмақ еді. Ана кісі бұрынғысынан бетер ашуланды. Тфу, антұрған неме. Бір жұмада бір-ақ рет Құран оқығаныңды да міндетсінесің осы сен шірік. Күніне неше рет оқысаң да әруақтардың парызын өтей алмайтыныңды ұмыттың ба? Сонан соң нағашым өзінің бауырларының ынжық екенін, бүкіл ел намысы, ел ары өзінің мойнында екенін, ауылдың атын шығарам деп жүріп Құранға құлап отыруға мұршасы да, уақыты да жетпейтінін айтып ренжіді. Көкемді оқытқанда арнаулы ғұлама шығар, Құранды соның қолына берермін деп үміттенгенін де айтты. Енді сол үмітінің ақталмай, шәкіртінің селкілдек шегірткеге ұқсап кеткеніне өкінетінін де білдірді. Байқасам, нағашымның өзі де Құранға құлшылық етіп отыруға мойны жар бермейді екен ғой. Жасынан дін құдіретіне иланып, дін жолына беріліп өскен соң, енді әруақтар алдындағы парызынан қорқып, ақыреттің тауқыметінен тайсалып, көкем арқылы күнәсін жумақ екен. Бір қызығы, нағашым ұрысқанда, көкем шынымен-ақ кінәлі адамдай мойнын салбыратып, үнсіз отырып алатын. Мұнысы қатал мінез Серкебайдың көңілін басу ғана еді. Нағашым ауылына аттанысымен көкем ескі әдетінше жыр айтып, қисса оқып, өз қызығына түсіп кеткен. Есейгенде көкем елді шулатып жүріп, 3 рет үйленді. Үшеуінде де дау-жанжал, ұрыс-керіс, айтыс-тартыссыз тынған емес. Ат шапан айып төлеп, құдалардың алдына жығылып жатып, ел ақсақалдары әрең дегенде бітістіруші еді. Жас күнінде ұрыс десе ұмтылып тұратын ұрма мінезі, жанжал десе жанып кететін жарқышақ қылығы кейін осылай тынған болатын. Әкемнің үлкен ағасы Төлебай атам ұзын бойлы, кең жауырынды, тәмпіш мұрын шал еді. Ағара бастаған шоқшар сақалын тараштап тұйық отыратын. Қолынан ұзын таяғы түспейтін. Үйде байыздап отыру әдетінде жоқ еді. Базарға да шықпайтын, малмен бірге өріп, өрістен малмен бірге қайтатын әдеті болатын. Отар соңынан қалып қойған қозлақты жиыстырып жүргені. Ішіп жемі орталау, көп балалы кісі еді. Осылай баяу тірлікпен ілбіп жүріп сол атам бір күнде дүние салды. Ізінше 3-4 жылдың ішінде балаларының көбі өліп, жалғыз ғана Құрманқұл атты қызы қалған болатын. Оның менен 3-4 жас үлкендігі бар. Ал үлкен әпкем Үбішті мен еміс-еміс қана білемін. Әкемнің айтуынша, ол ерте хат танып, кітап оқыпты. Жазу да қолынан келеді екен. Біздің аймақта алғашқы қара танып хат жазуға қолы жеткен қыз сол әпкемнің жалғыз өзі көрінеді. Әпкемді Байтана руынан Рысқұлбек Омаров дегенге бесік керті етіп атастырған екен. Ол сауатсыз, салауаты аздау болып өсіпті. Қыз бой түзеп, ел көзіне көріне бастағанда, жұрт ішінен қайран, ақтотыдай сайрап тұрған қыз, аузын ашпас білімсізге қор болама деген сыбыстар көбейген екен. Әкем бата бұзбаймын, серттен кетпеймін, бұйрықтан асалмаймын, арыма таңба түсірмеймін деп 1912-13 жылдары әпкемді ұзатқан екен. Неден екені белгісіз, әйтеуір 10 кем ұзатылып барған соң 1 жылға жетпей дүние салды. Ел бұған қатты қайғырды. Әкем өмір бойы қызының мезгілсіз өліміне күйініп жүруші еді. Бәлкім, өзі өкініш өртін тұтатқанын сезген шығар. Осы өкініш оны өзге қыздарына деген көзқарасын, тіптен бүкіл әйел қауымына деген ұғымын өзгертіп жіберіпті. Үнемі қамқорлықпен қараушы еді. Ауыл жатаған кесек үйлерде қыстап шығатында, көктемде алыс жайлауға қоныс тебетін. Шабындық пен егіндікті ат тұяғы шиырламасын деп, содан күз түскенше мал біткенді жайлаудың бір танабынан екінші танабына көшіріп жүрер еді. Ауыл адамдары егінді аз егетін. Ағам ағаш соқамен аздаған жерді атыздап жыртып, дән сепсе болды деп жүре беретін. Тек күзде ғана егін оруға оралады. Егінді қол орақпен орып, ат тұяғымен бастырушы едік. Мұндайда әсіресе ат тізбегін шыркөбелек қуалап, айқай шуға қарық боп қалатында балалар. Жұртынан көңілде жүретінде балалар. Ақыры тамағымыз қарлығып,
әбден шаршағанымызда айдауға түскен малдарды еркіне жібереміз. Сонан соң үлкендер сабанын екшеп дән суырар еді. Жел тұрғызу үшін бар бала жиылып ысқыратынбыз. Жел шақырғанға келеді деген сөзді онда жиі еститінбіз. Астық суырып, ақ сабанынан тазалаған соң қалбырға салып елейтін. Онан соң барып бала біткен дәннің ірі тасын терушек. Үлкендер астықты тақияда етіп үйетінде шынтақтап бөлшейтін. Сол арқылы қанша батпан өнім алғанын есептеп шығарады. Ауылдың ақсақалы қызыл қырманға келіп, үйілген дәннің жанына тізерлеп отырар еді. Береке сұрап, молшылық тілеп, ырыс дәметіп, алақан жайып, ақ тілеу арнайтын. Дәннің алдын қапқа, содан кейін ғана көсіп салатын. Дихан бабаның берген ризығынан әркім нысабына қарай қаптап дорбалап алатын. Ешкімде бір-бірінің қолын қақпайтын мұндайда. Өйткені егін жинап бастыру, дән тазалау, екшеу сияқты бар тірлік ортақ күшпен, асармен біткен соң, жемісі де ортақ деп білетін олар. Бала кезімізде егіншінің осындай әдемі дәстүрін көріп едім. Кейін орыс диханшылармен іргелес қонып, отырықшылдыққа үйрене бастаған ауыл адамдары бірте-бірте жерді сапалы жыртуды, егінді бабымен егуді үйрене бастады. Аттың жалын қамыт қажап, ат сауырын қайыс соққылағанның несі жақсы дейтін қазақтар жерден алған жемістің дәміне түсіне берді. Содан соң орыстармен ортақтасып, егін салуды әдетіне айналдырды. Ал тақыр кедейлер байлардан күш-көлік, киім-кешек, тамақ алып, дән сепсе, өз жерінің өніміне өзі қожа бола алмай, түсімнен 1/4 ғана иемденіп жүрді. Көшпелі тірліктің көлемі тарылып, ауқымы азая бастаған сайын егіншілік ұлғая берді. Малдауыл қыс бойы Қаратаудың ар жағын жайлап, ер көктемде елге оралар еді. Сөйтіп кедейлерге қос беретінді шығарды. Біздің Үсен әулетінен Ниязбайдың тұқымдары жарлыларға қос беріп ақ табысқа белшесінен батып жүрді. Біздің үй қосқа жалдануды білмейтін. Өзінің шағын тіршілігін күйттеп, қысы жазы елден ұзай қоймайтын. Оның есесіне Үсеннің бір бұтағы баймен мен Тойтабайдың тарағандар коллективтендіру кезеңіне дейін жалшылықтан арылып көрген емес. Жұпыны шаруасымен жұрт қатары тірлік ететін үсендіктер байлығы тасыған Нияз ұрпағына қарағанда өздерін бір-біріне жақындау сезінетін. Кейін жұтқа ұрынып жұтап қалған Нияз ұрпағының жарымы әлгі Қарабайыр ағайындарының қатарына қосылып жатты. Менің әкем үлкен үйдің иесі есебінде үсендіктердің ішіндегі құрметтісі саналатын. Дихан ауылы әкемді мүлтіксіз тыңдап, оған арқа сүйеп отырушы еді. Нияз ұрпағының екінші жартысы 1925 жылдары бір тойдың жанжалына килігіп, мал-мүліктен жұтады да біздің диханшыларға қосылған болатын. Соғыс деген сөзді қашан естігенім жадымда жоқ. 1916 жылдың оқиғаларын дәлме-дәл елестете алмаймын. Әйтеуір әйелдердің жас төккені, ерлердің үрейлі жүзі, күннің тұтылғаны көз алдымда. Елге келген жолаушылар жұмысшылар алып жатыр. Жұмысшы қолы керек екен. Ор қазуға жұмсайтын көрінеді, жер қаздырады деген суық хабарларды қаптатып жіберген. Әлі ауылдан ешкімді шақыртпаса да, әлгі хабардың өзі-ақ көзге жас, көңілге қайға келе бастаған еді. Күні бұрын күңіреніп, зар илегендер де табылды. Енді қайтем қарағым-ау, соғысқа сені не деп шақыртар күн жеткеніме шынымен, жарығым-ау, қандай амал табайын деп еңіреген аналардың көз жасын көргенде жас жігіттер абыржып, еркінен айырылып қалғандай болушы еді. Күңіренген ауылда күй болар ма? Бұрынғы ән жыр төгілетін көмейлерден зар шертілсе, ауылда не сән болар? Күндіз түні қабақтары ашылмай, мойындарына бұршақ салып тілеу тілеген әжелер, бебеу қаққан аналар, мұңайған жас келіншектер бар тірлікті ұмытқаны сонша, мал мүлік тұрмақ, біз сияқты бала-шағалар да назардан тыс қалып қойып едік. Амал таппай бастарын таутасқа ұрған ерлер алдымен көз көрмес жаққа көшпек болды. Онан соң әскерге адам жинаушылармен белдесіп ұрыспаққа бекінді. Одан болмаған соң жас жігіттерді жекжат жұраттарына, туған туысқандарына, нағашыларына жедел жөнелтіп жатты.
Бұл аласапыран бірнеше күнге созылды. Үлкендер әлдеқайда бір жиынға барып, суық хабармен оралып жүрді. Ақыры әйелдер көз жасын тыйып, белдерін бекем буып, үй басынан қаржы жинай бастады. Шөп тартып жігіттердің бағын сынауды шығарды. Сонан соң шөп түскен жігіттерді ауыл боп улап-шулап станцияға аттандырсатын. Кешке қарай әлгі әскерге алынғандар қайтып оралады. Еріп барған ел жақсылары жастарды бастықтан құн төлеп алып қалдық дейтін. Қайтадан түңілік баса әскерге берер адам іздеуге көшкенде ауылдың 10 жігітінің орнына жалғыз басты Қожамқұл жарлыны ғана бодау ететін. Оған жылы киім кигізіп, үй басы қаржы жинап, көп болып станцияға дейін шығарсады. Тап сол күні кешке күн тұтылып, батыс жақ үрейлі күлгін түске малынып еді. Күн қайда? Күн қайда? Десіп, жамандыққа жорып зарлаған әйелдердің үні құйқа тамырыңды шымырлатады. Ақыр заман келді десіп, ел қорқынышпен күбірлеседі. Бір шеттен молда шығып, азан шақыра бастайды. Аллаху акбар, лейлах илалла, лайлах илалла, Мұхаммед Расулалла, Аллаху акбар, лейлах илалла деп күңірентіп ала жөнеледі. Азан уақытында жұрттың бәрі сілтідей тынып, іштей дұға қайырып отырды. Әкем мен көкем Қожамқұлды аттандырып салушылармен бірге кетті. Мен әлде бір беймәлім кесапаттың келгенін жүрегіммен сезгендей шошынып, әжемнің етегінен жармасып алдым. Бисмилля де деп, әжем менің сұп-сұр өңіме үңіліп, жұрт ес жиып, өз-өздеріне келгенше күн бетінде қарадақ қайтып та қалған еді. Мұны көргенде бәрі шу ете түсті. Құдай, тәңірім жар бола көр. Әйелдер енді қуаныштан жылап жүр. Бәрі молдаға табынып, ақыр заманнан алып қалған нақ бір соның өзіндей тағзым етіп жатыр. Әркім атаған құдайларын сый-сияпатында молдаға төге бастады. Сол кештен бастап ел бір апта бойы құрбандық шалып, құдайы таратумен болды. Үлкендер құдайың қабыл болсын деп дәмді етке кекіре тойып жүрді. Біз болсақ солардың сарқытына мәз боп, кешегі үрейлі күнді ұмытып та кетіп едік. Ел жадырап, еркін тірлігіне қайта ауысты. Бірнеше айдан соң Қожамқұлдан хат алдық. Өлеңмен жазылған екен. Қожамқұл алыста жүріп ауылдан сағанын, жат жерде жалғыздық шеккенін, көңілі қайғыға, көкірегі шерге толы екенін, туған туысқандарының жүзін көруге зар болып, жабығып жүргенін жырмен шағынып айтыпты. Ауыл адамдары бас қосқан жерде сол хатты оқып, көздеріне жас алысатын, әркім жаттап алып, елден елге таратып жіберген еді. Мен әлі күнге дейін Қожамқұлдың сол хатынан кейбір жыр жолдарын ұмытқам жоқ. Кір жуып кіндік кескен жер аман бол, шортандай жүзген айдын көл аман бол. Бір басы ер жігіттің не көрмейді, келгенше біздер қайтып ел аман бол. Не келіп не кетпейді ер басына, ермейді ер жігіттің ел қасына. Келеріміз 4-5 айда елге қайтып, аз уақыт ойнап жүріп ор басында. Қожамқұл хат танымайтын. Оның үстіне жыр шығарып көрген емес. Шамасы окопта жатқан қазақтар елін сағынғанда елжіреп отырып бірігіп өлең жазса керек. Жазу білетін біреуі қалаған кісінің бәріне көшіріп берген сияқты. Ел сүйген азаматтардың осы бір шынайы жыры бала күнімнен жүрегімде қалып қойыпты. Бүкіл ауыл болып Қожамқұлға қаржы жіберіп тұрды. Айтқандай-ақ бір жылдан соң ол елге аман-есен оралып, баршамызды қуантқаны бар. Әр үй кезекке тұрып, Қожамқұлды таласа қонақ ететін болды. Жаз бойы біздің ауылда сыйлы адам болып жүрді де, кейін сый-сияпат жиып алып, өзінің қара жұмыста бірге болған тағдырлас жолдастарының еліне аттанып кетіп, содан қайтып оралған жоқ.